Бәріңе сәлем, сіздермен бірге мен Самат Құдайберген және біз бүгінге бокс туралы шығарылым дайындадық. Қазақстанда мамыр айында кәсіпқой бокстан тағы бір әлем чемпионы шығуы мүмкін. Орта салмақта WBO уақытша титулына Жәнібек Әлімханұлы таласып көрмек. Жәнібектің қарсыласына бұған дейін де тоқталғанбыз. Оны спорт шрёдингерда Петр Ғали ағамыз айтып кеткен. Ал бүгін біздің барлық әлем чемпионымызды еске алайын деп отырмын. Оның ішінде бұрынғылары да, қазіргілері де бар. Олар бұл титулға қалай қол жеткізгенін, карьерасы мен өмірі туралы толығырақ айтып беретін боламын. Бұл шығарылымда алматылық цирктен бастап ақш-та сенсация жасаған боксшы туралы Василий Жиров қалайша Александр Усиктің карьерасына ықпал етті, Василий мен Мейвезерді не байланыстыратынын және Бейбіт Шүменовтің үйі қанша миллион долларға бағаланғаны туралы айтатын болам. Сонымен қатар Қазақстаннан шыққан қай спортшы тұңғыш абсолют чемпион атана алуы мүмкін болғанын әңгімелеймін. Ал ондай болса, кеттік. Достар, біз әлі арнамыздың атауын ойланып жүрміз. Айта кететінім, бұл арнаның атауы спорт шрёдингері болмайды. Комментарийде өз нұсқаларыңызды ұсынсаңыздар болады. Ал егер де бізге ұнап жатқан нұсқаны арнамыздың атауы қылып алатын болсақ, бізден сізге деген 20 000 теңге сыйақыны сіздің кез келген банк картасына жіберетін боламыз. Ондай болса, жіберіңіздер аттың басын. Беделді менеджерсіз және промоутерсіз бокста кереметті карьера жасай қоюыңыз екі талай. Ал YouTube'та көрерменнің қолдаусыз даму мүмкін емес. Достар, арнамызға енді кіріп отырсаңыз, немесе видеоларымызды бізге жазылмай қарап жүрген болсаңыз, бір өтінішіміз бар. Бізге жазылыңыз. Сонда біздің арнамызбен осы роликке кереметті көмегіңіз тиер. Кішкене рекке шығып, басқа да қазақ адамдары көріп, қазақша контенттің дамуына үлес қоссаңыздар, бізден сізге 1000 алғыс. Ал енді боксқа өтейік. Бірінші кезекте әлем чемпионы белбеуі деп қандай титулдарда айтуымыз керегін түсіндіріп өтейін. Себебі бокста талай титул бар. Ал бәрі бірдей мойындайтын тек 4 ұйым бар. Ол WBA, WBO, WBC және IBF. Осының бәрін беліне таққан боксшы абсолют әлем чемпионы атанады. Кейінгі жылдары осындай маңызы бар деп IBO белбеуінде санайтындар бар. Бірақ бұл беделді белбеулерге таласу үшін трамплин десек болар. Десе де мұндай белбеуді кейде бокс әлемінің жұлдыздары да жеңіп алып жатады. Головкин мен Усик қазір, ал Джошуа, Кличко, Льюис, Пакьяо және Мейвезер бұрын еленген. Кәсіпқой бокста әлем чемпионы атаған қазақстандықтар ішінде тұңғыш рет болып Василий Жиров жеңіп алған. Балқаш жолбарысы бокстағы зейнеткеріміз. Алғаш рет Олимпиада чемпионы атанып, Вэл Баркер кубогын жеңіп алған. Ал әуесқойда Василий әлем чемпионатынан басқа доданың бәрінде жеңіске жеткен. Жиров бокспен Рокки фильм көрген соң айналыса бастаған. Ол көп балалы отбасында өскен. Анасы жалғыз өзі 6 баланы өсіріп, бүгінгі күнге дейін жеткізген. Әкесі болашақ чемпион небәрі 4 жаста болғанда отбасын тастап кеткен. Василий бала кезінен ақ жергілікті зауытта табыс тапқан екен. Электр балқытушы ретіндегі куәлігін спорт шебері атағынан бұрын алып үлгерген. Жиров Роккимен тек қиын өмірмен ғана тағдырлас емес, жаттығу әдісі де ұқсапты. Аңызға айналған Александр Апачинский өте қызық әдістерді қолданған. Жиров Балқаш көлінде бір бұқтадан екіншісіне жүзіп өткен. Дәлізде неміс овчаркасынан қашып, екі бірдей каратешімен қатар спарринг өткізген. Каратиспен деймі? Бізде бұрында тоже айналықта спорласатымыз. Каратист ұтама, боксер ұтама деп. Кәдімгі беріліп спор бітпейді. Жиров Олимпия ойындарына Мексика, Италия, Канада, ақш және оңтүстік Корея спортшыларынан басым түскен. Ал Антонио Тарвер мен жартылай финалдағы тамаша жеңісі ерекше есте қалды. Жиров бұл кезде әлем чемпионатындағы жеңілісінен кейін реванш жасаған еді. Сол ойындарда Владимир Кличко, Флойд Мейвезер және Феликс Савон жұдырықтасқан. Бірақ техникасы ең мықты боксшы ретінде өзіміздің Жиров таңдалған. Сол кезде басылымдар трибунадан тіпті Мұхаммед Алидің өзі қошемет көрсеткенін жарыса жазған екен. Ал мемлекет берген 50 000 доллар сыйақыға Василий шешесіне Балқаштан баспана берген. Еркек. Алидің ғана емес, атақты промоутер Боб Арумның да көзіне түскен. Олимпиададан кейін ол Жировты да, Мейвезерді де компаниясына шақырады. Америкаға Василий Апачинскиймен бірге барған. Бірақ бір жылдан кейін жаттықтырушы елге оралыпты. Оған себеп ағылшынша білмей, америкалық бапкерлермен, менеджерлермен және промоутермен көзқарасы бір болмаған екен. Осылайша Василийдің дебюті Мейвезер мен Костя Дзюдің кардында өткен. Профидегі бірінші жылында ол 11 жекпе-жек, ал екінші жылында 7 жекпе-жек
жекпе-жек өткізген. Алғашқы 16 кездесуі ақшта өтсе, 17-шісі Украинада Виталий Кличко жекпе-жегінің кардында өткен. Жиров әлем чемпионы титулына 1999 жылы сол жылдағы 3-ші жекпе-жегінде жеткен. Америкалық Артур Уильямс кездейсоқ чемпион болған. Себебі титулын алғашқы қорғаған жекпе-жегінде ақ 7-ші раундта жеңіліс тапқан. Осыдан кейін Жиров белбеуін 10 рет қорғап қалады. Василий аңызға айналған Де ла Хойя Тринидад кездесуінің андеркардында, Playboy үйінде және тіпті отанында Алматыдағы Балуан Шолақ атындағы спорт сарайында жұдырықтасқан. Арум жұртты бірінші ауыр салмаққа ақыры қызықтыра алмай, Жировпен келісім шартын ұзартудан бас тартады. Ал жылдар өткен соң сол Боб Жировты тәнті еткен боксшы деп атап, келісім шартты сол жылдары ақш боксер қауымының қызығушылығы болмағанына байланысты үзгенін мойындаған. Жировпен қатар Арум Усиктен де, Ломаченкодан да бас тартқан еді. Ал 11-ші қорғауында Жиров титулынан айырылады. Бұл кезде ол карьерасында алғаш рет нокдаунға түскен. Осылайша Джеймс Тони отандасымызды сан соқтырып кетті. Бұл кездесуді The Ring журналы 2003 жылдың үздік жекпе-жегі деп атаған. Василий кейінірек Тониді стероид қолданды деп күдіктенген. Тіпті Джеймсті соққысын сезбеген жалғыз қарсылас деп пікірін айтқан. Күмәні текке кетпепті. Тони шын мәнінде 1-2 жылдан кейін допингпен ұсталған. Жировтың карьерасында соңғы жарқын оқиға осы Тонимен жекпе-жегі болды. Сосын Василий супер ауыр салмаққа көтерілген. Джо Мессиге қарсы тамаша кездесу өткізсе де, төрешілер жеңісті Жировтың қарсыласына сыйлай салды. Месси кейінгі раундтарда 3 рет нокдаунға түскен. Жировтың соққысынан америкалықтың миына қан кетіп, карьерасын 36-0 рекордымен аяқтауға мәжбүр болған. Василийдің супер ауыр салмақта карьерасы сәтті бола қойған жоқ. Бұрынғы әлем чемпионы Майкл Мюррерге нокаутпен жеңілді. Жиров карьерасын 2009 жылы аяқтады. Басында ол бокс әлемінен тіпті жоғалып кетті десек артық емес. Америкалық әйелімен ажырасып, вегетариан болды. Сосын жасыл энергетикамен айналысатын компанияда жұмыс істей бастаған. Ал осыдан кейін ол күтпеген жерден Головкиннің бұрышынан табылды. Сол уақытта Triple G Милтон Нунеспен чемпиондық белбеуге таласқан еді. Сөйтсек, оларды менеджер Ивайло Гоцев байланыстырған екен. Алайда қазір Головкин мен Жиров араласпайды. Жиров анда-санда елге келіп тұрады. Жұмыс бойынша жақсы ұсыныс болса. Оралуға ниеті барында айтып қалған. Қазір ол ақш азаматы, Аризонада жаттықтырушы. Шашын ұзын қылып өсірген. Нұрлан Еспанов сияқты. Бар емес па? Аризонаның самсашы еді. Ол мейлі ғой. Беріп жүрген сұхбаттары жұрттың жағасын ұстатады. Онда ол жан реинкарнациясына сенетін айтып, өлімді жоққа шығарады. Бокста салмақ қуамды өзі қуып кеткен ба? Қазақстаннан шыққан екінші әлем чемпионы сіз күткендей Головкин емес. Одан бірнеше ай бұрын Бейбіт Шүменов белбеу жеңіп алған. Айтпақшы, олар әуесқойда кездесіп, Олимпиадаға да барған. Шүменов бұдан да ерте чемпион атана алар ма еді? Кім білсін, кім білсін. Кездесу Шымкентте өтсе де, Қазылар алқасы WBA белбеуінің иегері Габриэль Кампильоға жеңісті ұстата салды. Шымкентский подгон жасаған ғой. Біз қонақ жайлымыз ғой, мәсаған естелік болсын деп. Ал реванш ақшта болды. Осылайша Шүменов 10-ші жекпе-жегінде әлем чемпионы атанды. Басқа қазақстандық боксшыларымыз дәл осылай тез арада чемпион атана қоюы екіталай. Бірақ Мағжан Жұмабаев атамыз айтқандай, арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты мен жастарға сенемін деген сөзі бар. Сол үшін өз спортсмендерімізді қолдап жүрейік ағайын. Шүменов титулдарды біріктірген алғашқы қазақстандық чемпион атаналар еді. Бірақ дау шығып жеңіліске ұшырады. 2011 жылы WBO чемпионы Юрген Бремер астан уланып, Шымкенттен кетіп қалған еді. Ал Шүменовтың командасы оның бұл ісін қашты деп бағалайды. 2014 жылы Бейбіт сол кездегі 49 жастағы IBF чемпионы Бернард Хопкинске есе жіберген. Қазақстандық 11-ші раундта нокдаунға түсіп жеңіліс тапты. Таңғаларлығы, Шүменов өміріндегі басты жекпе-жегіне бапкерсіз келген. Бұрышында аңызға айналған кат мен стиш қана болған. Сосын Бейбіт бірінші ауыр салмаққа көтеріледі. Оған себеп бұрынғы кездесулеріне 20 шақты келі салмақ тастап шығып жүргені. 20 келі. Прикинь. Жаңа салмағында Шүменов WBA белбеуін иеленеді. Басында регуляр чемпион болса, кейін супер чемпион атағын алады. Осылайша отандасымыз қос салмақта жеңіске жеткен жалғыз қазақстандық атанады. Единственный, единственный.
Шүменов 2016 жылы көз жарақатына байланысты карьерасын уақытша үзген. Ал 2 жыл өткен соң Астанада чемпиондық атаққа талас жекпе-жегіне шығып, боксқа оралады. Бұл жолы да ол регуляр чемпион атағына таласқан, бірақ карьерасы содан жалғаспай қалды. Десек те, Шүменов карьерасын ресми түрде аяқтамаған. WBA-де ол демалыстағы чемпион ретінде жазылған. Яғни оралып жатса, бірден чемпиондық жекпе-жекке шығады деген сөз. 38 жасында шығады дегенге әрине сену қиын, бірақ кім білсін, Гена Жирок 40 жасында төбелесіп. Ең қызығы, Шүменовтың жағдайында оған бокстың қажеті де жоқ еді. Бейбіт ауқатты отбасынан шыққан. Әкесінің Шымкентте ірі базары бар. Боксшы әріптестерінің де Шүменовке қояр сұрағы көп. Сергей Ковалев бейбітті тырнақшадағы чемпион десе, Юниор Дортикос оны қағаздағы чемпион деп атаған. Шүменов туралы кейінгі жаңалықты спорт басылымдары ғана жазған жоқ. Тақырыбы мынадай болды. Шүменов Лас-Вегастағы зәулім үйін сатып жатыр. Бағасы 4 миллион 750 мың доллар. Алайда сатылды ма, сатылған жоқ па белгісіз. Ол үйді алу үшін, бизнесмен боласың. 2 сиырдан бастайсың, ақшаң жинайсың, сатып аласың. Бірақ по-любому центрде Алматыдан үй алмайсың. Жировта, Шүменов пен Головкинде әуесқой бокстағы сәтті карьерасынан кейін профиде чемпион атанған. Ал Жанат Жақияновқа келсек, ол әуесқойда жетістікке жете қоймады. Серік Қонақбаев атындағы турнирде ғана топ жарған. Бір кездері жанкүйер одан бұрын бауыры Азамат туралы көбірек білетін. Ол халықаралық санаттағы төреші. Жанат бокспен кештей ойналса бастады. Былғары қолғапты небәрі 16 жасында ауылдан Петропавлға көшіп барған кезде ғана киген. Әуесқой бокстан кеткен ол әскерге барып, институтта оқып, тіпті күзетші және балалар жаттықтырушысы болып жұмыс істеп үлгерген. Осылайша профиде 2007 жылы 23 жасында дебют жасады. Жақияновтың алғашқы 3 жекпе-жегі де алматылық циркте өтіпті. Ол жақтың мүңкіген иесі болған. Себебі кездесу өтпейтін күндері мұнда жануарлар өнер көрсеткен. Бірақ ауылда тезектің иісімен өскен Жақияновқа бұл аса кедергі бола қоймаған. Алғашқы кездесулері үшін Жанат $300 тауыпты. Бірақ уәде етілген сома $400 болатын. Бірақ оның өзінде аз. Қыруар табысын ол кейінгі жекпе-жектері үшін ғана ала бастаған. Ал оған дейін әлемді шарлап маңдай терін төгуіне тура келген. Жақиянов карьерасында 12 елде 4 құрлықта жұдырықтасқан. Оның өміріндегі тағдырының шешілер сәті 2011 жылы Швейцарияда болды. Бұл елге Жақиянов ұшақпен 1 тәулік бойы ұшып, әрі қарай автобуспен 8 сағат жол жүрген. Бірақ соған қарамастан Жанат жеңісімен көпшіліктің жүрегін жаулап, атақты Рики Хаттонның көзіне түседі. Британдық маман Жанаттың промоутері әрі бапкері болады. Осылайша 2015 жылы Жанат IBF уақытша титулын иеленеді. Алайда жарақатына байланысты 15 ай үзіліс алуына тура келді. Бірақ оның оралуы жарқын оқиға болды. 2017 жылдың ақпанында Жанат ақш жерінде WBA чемпионы Роуши Уорренді жеңіп сенсация жасайды. Кездесу басында қазақстандық 2 мәрте нокдаунға түсіп қалған. Бірақ кейін ол қарсыласын 2 рет құлатып, ақыры жеңіске жетеді. Осы жеңісінен кейін ақ отандасымыз IBO белбеуінен бас тартты. Себебі комиссиясын төлегісі келмеген. Бұл шешімі түсінікті. Гонорары болғаны $30,000. Ал қарсыласының гонорары $150,000 болған. Бұлай примерно санап қарасаң $30,000-дан $1,500 ма шықса, $1,000 шықса, $500,000 қазір ойлашы. Примерно айналықта 2 ай квартира аласың. Конечно, мен де бермейтін. Осыдан 5 ай өткенде Жанат IBF чемпионы Райан Барнеттпен титулдарды біріктірген жекпе-жекке шығады. Бұл кездесу Белфасттағы бокс кешінің басты оқиғасы болған. Барнеттің туған қаласында өткен бұл кездесуді Sky Sports тікелей эфирден көрсеткен. Амал не, шаршы алаң иесі басым болды. Бірақ Райан кездесуден кейін бірден ауруханаға жеткізіліп, осыған байланысты допинг сынағынан өтпеген. Жақиянов ресми түрде наразылық білдірсе де, реваншқа қол жеткізе алмай карьерасын аяқтады. 1 жыл өткенде отандасымыз Петропавлдағы бокс спорт мектебінде директор қызметіне тағайындалған. Былтыр бұл мектептің бас есепшісі 23 миллион теңге жымқырып 6 жылға сотталып кеткен. Ал Жақияновқа қатаң сөгіс жарияланған. Сөйтсек, есепші оның ЭЦП кілтін қолданған болып шықты. Ең өкініштісі, Жақиянов әлем чемпионы болса да, қазақстандық боксер қауым оны аса жақсы танымайтын. Біреулер аса жеңіл салмақ болғандықтан дейді, ал біреулер Жанаттың момындығынан дейді. Бірақ ол жүріп өткен жол қазіргі жас боксшыларымызға жақсы үлгі.
Өр мінезді жігіт әлемнің қай нүктесінде де күш сынасуға дайын болды. Солайша ең жоғарғы титулдарға жетті. Басты 4 нұсқа бойынша барлық әлем чемпионы туралы айтып бердім. Бірақ ең жоғары жетістікке жеткен қазақстандық боксшы туралы жай ғана атап өттім. Головкиннің жетістіктерін менен жақсы білесіздер. Ал егер білмесеңіздер, біз спорт Шрёдингер арнасында Геннадий Головкиннің әуесқой карьерасының оның профидегі әрбір кездесуін толықтай айтып шыққан болатынбыз. Яғни Петр Ғали бауырым айтып кеткен болатын. Егер де сіздерге қазақша нұсқасы қызық болып жатса, комментарийге жазып кетіңіздер. Сонда біз осы арнаға шығаратын боламыз. Сол үшін күтеміз, жазыңыздар. Головкиннің сиқыры спорттағы жетістіктері ғана емес, сонымен қатар бүтіндей бір елдің назарын аулап, қазір соның арқасында біздің елде кәсіпқой бокс туралы білмейтін адам жоқ десек те болады. Біздің елде профиге өтіп жатқан жас боксшылар саны көбейгені де, спорт сайттары дамып жатқаны да соның арқасы. Геннадий Қазақстанның ақштағы символы, ең атақты спортшымыз. Өкінішке орай жасы 40-қа келді. Енді бізді қуантатын жекпе-жектері көп емес. Енді тек Геннадий сияқты шыңға шығып, атақты болатын ізбасарлары табылар деген үміттеміз. Дәл қазір қазақстандық чемпионымыз бар. IBO титулының иегері Данияр Елеусінов. Бұл белбеуді ол Астанада 16 желтоқсанда өткен кейінгі кездесуінде жеңіп алған. Даниярдың келесі жекпе-жегі туралы мәлімет жоқтың қасы. Әзірше Қазақстанда. Демек, дайындығында бастамаған. Олимпиада чемпионының мүмкіншілігі әрине 5-ші белбеуден жоғары. Бірақ карьерасы тезірек дамыса дейміз. Кездесу өткеніне 4 ай болса да, ендігі жекпе-жегі туралы бір ауыз сөз жоқ. Дәл қазір жартылай орта салмақта 3 бірдей титулды иеленіп отырған Эрл Спенс бар. Ал 4-шісі WBO белбеуін тағынып отырған Теренс Кроуфорд бар. Даниярдың осы боксшылармен кездесуін көргіміз ақ келеді. Бірақ оның ауылы алыста көрінеді. Әйелдер арасындағы бокста бір ғана әлем чемпионымыз бар. Фируза Шарипова IBO белбеуін иелік еткен. Десек те, Шарипова Қазақстаннан шыққан алғашқы абсолют чемпион атаналар еді. Бірақ желтоқсанда Кейти Тейлорға есе жіберді. Қызы өткен жекпе-жекте Фируза көпшілікті таңғалдыра білді. Бірақ реваншқа бара қоймады. Бір жағынан, Фируза дебютантпен кездесуінен кейін бірден абсолют чемпион атағына үміткер болуды. Әйелдер боксындағы бәсекелестік әлсіз екенін аңғартады. Тағы да мүмкіндігі болар, бірақ бұл жолы Тейлормен шықпайтын сияқты. Айта кетейік, тағы 2 боксшымыз Қазақстан намысын қорғаған, бірақ әлем чемпионы атағын басқа елдің атынан жеңіп алды. Олар Анатолий Александров пен Олег Маскаев. Тізімге қазақстандық тумаларын қоспадық. Мысалы, Наталья Рогозина, Виталий Тайберт, Кристина Хаммер және Владимир Кличколарды айтуға болар еді. Бірақ биылдан бастап экс-әлем чемпионы Сергей Липинец Қазақстан атынан өнер көрсетеді. Шешесі қазақ, бұрын ол ресейлік боксшы деп таныстырылатын. Бірақ шаршы алаңға Қазақстан туымен және тудың сүйреті бар киіммен шығатын. Әзірше осы, Жәнібек Әлімханұлының жекпе-жегіне тікелей трансляция сілтемесі Спорт Шрёдингер Telegram арнасында болады. Бізге Инстаграмда да жазылып қойыңыздар. Осы тізімге қай қазақстандық боксшылар қосылуы мүмкін екенін комментарийға пікір етіп жазып қойыңыздар. Алға Қазақстан! Біздің әлем чемпиондарымыз көп болсын. Жеңіс біздікі. Сау болыңыздар.